2025 жылы «Бір ел бір кітап» республикалық акциясы аясында әдебиетімізде өзіндік қолтаңбаларын қалтырған екі автордың шығармаларын бүкіл ел болып оқитын боламыз. Олар Тәкен Әлімқұлов пен Жұмекен Нәжімеденов. Бұл есімдер қазақ әдебиеті мен мәдениетінің тарихында мәңгі қалады. Тәкен Әлімқұлов ақын, жазушы, әдебиет сыншысы. 1918 жылы оңтүстік Қазақстан облысының Созақ ауданында дүниеге келген. Ол соғыстан кейінгі жылдары әдеби қызметпен айналысып, 1953 жылы Максим Горький атындағы әдеби институтты бітірді. Оның шығармашылығында поэтикалық жинақтар да, проза жанрындағы шығармалар да бар. Олардың арасында Ақбозат, Күрең өзен, Тұлпарлар тағдыры сияқты кітаптар бар. Оның әдеби сыни зерттеулеріне ерекше назар аудару керек. Оның ішінде «О прошлом и настоящем» және «Жұмбақ жан», Абай туралы деректер хикая. Әдебиеттанушы Қансейіт Әбдезілұлының айтуынша, Тәкен Әлімқұлов нағыз ұлы шығармаларды жасаған эпикалық прозаны шебері болған. Жұмекен Нәжімеденов ақын, жазушы, аудармашы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты. 1935 жылы Атырау облысында дүниеге келген. Жұмекен Нәжімеденов өмір бойы өлең автор ретінде ғана емес, талантты аудармашы ретінде де қазақ әдебиетінде терең із қалдырды. Оның алғашқы Нева өлеңдер жинағы 1961 жылы жарық көрді. Ал оның поэтикалық шығармалары тек Қазақстанда ғана емес, шетелде де танылды. Жұмекен Нәжімеденов сонымен қатар 2006 жылы қабылданған Қазақстан Республикасы әнұранының авторларының бірі болып табылады. Оның шығармашылығы қазақ поэзиясын байытты. Ол бір қатар шетелдік ақындардың шығармаларын қазақ тіліне аударды. 2010 жылы Жұмекен Нәжімеденов «Менің Қазақстаным» өлеңдер мен поэмалар жинағы үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығына ие болды.